Неймар бүгін ойынға шықпайды. Бүгін 13 июндан 14 июнға қараған түні Бишкек уақытысы ойынша таңғы 4-тө бірінші турдың борбордық беттештерінің бірі Бразилия Марокко ойыны болады. Аталған ойын алдында маалымат жиыны болып өтті. Анда Бразилия құрамасының башқы насаатчысы Карло Анчелотти Неймар ойынға қатыспайды деп білдірді. Ал учурда балтырынан алған жарақатынан улам айығып жатат. Карло Анчелотти өз сөзінде Неймарды жөн гана чакырган жокмун. Анын улуттук құрама командадағы тажрыйбасы жана техникалык жөндөмдүүлүгү командаға чоң жардам берет деди. Эсиңиздерге салып кетсек, Неймар Бразилия улуттук құрама командасы үчүн акыркы жолу 2023 жылы ойногон. Бразилия Марокко беттешин таңкы саат 4-тө УТРК спорт телеканалынан көрсөңүздөр болот. Менин оюмча бул беттеш өтө кызыктуу болот. Анткени Марокко акыркы дүйнө чемпионатында жарым финалга чейин жеткен. Ал эми ошондой эле Марокко учурдагы расмий түрдө Африканын чемпиону. Ал эми Бразилия акыркы жылдары көп деле мөөрөй уткан эмес. Бирок Карло Анчелоттинин келиши менен Бразилиянын оюну жакшы жакка өзгөрдү. Бразилия Мароккону ута алабы? Кандай ойлойсуз? Комментарий жазыңыз.